Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Бізге алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, мұздай тұзды суымызды құя отырып, жақсылап орташа жұмсақтықтағы қамырымызды илеп аламыз. Иленген қамырымызды демалдыруға жібереміз. Жақсылап тұнған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, оқтауымыздың көмегімен ұн себелей отырып, жақсылап жайып аламыз. Осы ретте мен сіздермен өз құпияммен бөліссем деймін. Сорпаға иленген самсамыз өте керемет болып шығады. Дәмі де ерекше болады. Сол себепті сорпаның майын жақсаңыздар тіптен керемет. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осының үстіне ерітілген майымызды жақсылап бір келке етіп, жақсылап жайып шығамыз. Одан кейін екінші зуалақ қамырымызды үстіне төсеп, тағы да майлап шығамыз. Осы ретпен үшінші және төртінші зуаламызды қойып шығамыз. Одан кейін қамырымызды рулет тәріздес орап, оны 3 бөлікке бөліп, майы сіңгенше тоңазытқышқа жібереміз. Майы сіңген қамырымыз осылай дайын болады. Енді начинкасына кірісеміз. Алдын ала дайындалған фаршымыздың үстіне кубиктап туралған картобымызды және пиязымызды салып, дәміне қарай тұзымызды және қалауымызша бұрышымызды сепсек болады. Енді жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Біздің майы сіңген қамырларымыз дайын. Енді осы қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Дәл видеодағыдай. Бөліктерге бөлінген қамырларымызды қолымыздың ұшымен осылай үстінен баса отырып домалақтап аламыз. Осылай дайын болған қамырларымызды ұн себе отырып, оқтауымыздың көмегімен жайып аламыз. Одан кейін ортасына салмамызды салып, кез келген түйу әдісімен жасасақ болады. Мысалға, 4 бұрышты, 3 бұрышты немесе өру әдісімен жасасаңыз да болады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз болады. Осылай жақсылап түйілген қамырларымызды пісіруге арналған формаларымызға салып, үстінен бір келкі етіп жұмыртқамыздың сарысын жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін өз қалауларыңызша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Алдын ала қыздырылған пешке жібереміз. Міне, біздің кереметтей болып піскен самсаларымыз дайын. Рецепт ұнаса, дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Жолыққанша сау болыңыздар.